Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге балықтан хенің рецебін көрсеткім келеді. Арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алда жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін. Ең алдымен балығымызды қырып, жуып алғаннан кейін ішкі жағында тазалап аламыз да, астыңғы жағын осылай бөлеміз. Одан кейінгі ең жоғарғы жағынан балықтың етін, яғни қабырғасынан сіліп ақырындап аламыз. Балығымыз тайғанақ, сондықтан да пышағымыз өткірлеу болғандықтан қолдарыңызға перчатка киіп алсаңыздар да болады. Осылай ақырындап қабырғасынан етін сіліп аламыз. Балықтың бір жақ шетінгі балық етін алып алдық. Осылай артық жерлерін алып тастайсыздар, сүйегі бар жерлерін тазалап алып тастаймыз да шетке қойып қоямыз. Енді екінші жағына кірісеміз. Тура солай қабырға жоғарғы жағындағы жотасынан бастап мойын жағын кесеміз. Тура осылай. Одан кейін ақырындап жаңа қабырғасынан етін сіліп аламыз. Мұнда мен сүйексіз хе жасайын деп отырмын, сондықтан да осылай толығымен түсіріп отырмын. Қандай балықты жаңағы қалай кескенім барлығын көрсеткім келіп отыр. Балықтың етін осылай дайындап алғаннан кейін артық сүйектерін мен алып тастадым. Осылай қолымызбен алып тастаймыз. Балығымызды дайындап болғаннан кейін сүйектен сіліп осылай тақтайымызға қоямыз да ет жағын үстіне қаратып, өйткені тайғанақ болғандықтан аса ірі емес, аса кішкентай емес, осындай орташа бөліктерге бөліп турап аламыз. Турап алған балығымызды шұңғыл ыдысқа салып маринадтауға дайындаймыз. Негізі балықты мен бір ғана балық қолдандым. Өздеріңіз қалауларынша 2 балық немесе одан да көбірек балық қосып маринадтап жасасаңыздар болады. Менде мұнда 1 порцияға арналған салат дайындаймыз. Осылай салып аламыз.
Енді осы балықтың үстіне 70% сірке қышқылын қосамыз. Мен осы 2 ас қасық қостым. Қорқпаңыздар, балығымызды ол пісіреді, балық шикі болмайды. Өздеріңіз жасап көрсеңіздер болады. Осылай. Сірке қышқылын қосып араластырғаннан кейін үстіне 1 ас қасық толмай тұзымызды салып араластырып аламыз. Бұл балықты кемінде 2-3 сағатқа маринадтап қою керек. Салқын жерге немесе тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Балыққа қосатын келесі дәмдеуіштер ол тұз, қара бұрыш, кинза кептірілген, қант татымына қарай паприка, ащы бұрыш, тәтті болгар бұрышы, 1 қияр, 3 сарымсақ, кинза керек болады және де сұйық май. Балығымызды әбден маринадтап болғаннан кейін, міне осылай сөлі шығу керек. Міне мен қолмен ұстап көрдім. Осылай әппақ болу керек. Негізі көресіздер осылай ұстап, жұмсақ болады. Одан кейін мына сөлің барлығын құйып тастаймыз да артық. Енді осының үстіне қалған дәмдеуіштерді қосып, хемімізді жасауға ары қарай жалғастырамыз. Енді осының үстіне кептірілген кинза, қара бұрыш татымына қарай, паприка, ащы бұрыш, тұз бен қантты дәміне қарай қосасыздар. Қатты қышқыл да болмау керек. Осылай. Мен көз мөлшермен 1 шай қасықтай осылай салып шықтым. Сіздерге түсінікті болу үшін қолмен салып түсіндіріп жатырмын. Осылай саласыздар. Бір қиярды осындай ортаға бөліп, ұзынша қылдырып, осылай турап шығасыздар. Және де жаңағы балығымыздың үстін араластырып алғаннан кейін үстіне саламыз. Тәтті болгар бұрышын мен жарты болгар бұрышын қостым. Осылай тазалап алып, ұзынша қылдырып турап, жаңағы салатымыздың үстіне саламыз. Пиязымызды ашып, осылай ортасынан бөліп, осылай қырынан ұзынша қылдырып тураймыз. Аса ірі емес, аса ұсақ емес, осылай ұзынша қылып турап, одан кейін жаңағы салатымыздың үстіне саламыз.
Көк шөптен мен кинзаны қосамын, осылай сақтап турап, жаңағы салатымыздың үстіне қосамыз. Сарымсақты ортасынан бөліп, осылай өткізіп аламызды. 2,5 сарымсақтай, 2 сарымсақтай қоссаңыздар жетеді. Енді майымызды қыздырамыз. Салатымыздың үстіне қызып тұрған сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Осылай салатымызды араластырып, біркелкі дәмін тағы да көресіздер. Не қант, не тұз қосып, тағы да араластырып аламыз. Осылай біздің үй жағдайындағы балықтан хеміз дайын болды. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.